Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Көп рахмет сіздерге, сіздердің уақыттарыңызға. Бүгін біз жасап жатқан жұмыстармен таныстырайын сіздерді. Мен Очак тұрақты даму орталығында және Қазақ Британдық техникалық университет және Жәнекенов атындағы жобалау институты осы группада бірге жұмыс істейміз. Мына линктерді қарасаңдар дұрыс болар еді. Біз істеп жатқан жұмысымыз табиғатқа лайық, мына континенттер кеуіп бара жатыр ғой. Мұхиттерде су деген өсіп бара жатыр. Қар, мұз еріп таудан, бәрі де судар континенттен мұхиттерге кетіп бара жатыр, деңіздерге. Сол үшін осындай проекттер жасап жатыр. Мынау әрине өте үлкен көп жұмыс. Біз істеп жатқан жұмысымыз құртындай бір проекттерді сіздер таныстырайын. Сәби мен өзендерге арналған орман паркті салайын деп жатырмыз. Сол туралы сіздерді таныстырайын. Біз жасап жатқан жұмысымыз біздің президент, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымынан су бағдарламаларын нығайтуда жасап жатыр. Соны бізде соған қарап, мына біздің линктерді қарасаңдар, осындай проекттер дайындап жатырмыз. Әрине біздің жұмыстарымыз өте құртындай, бірақ құртындай жұмыстар жасасақ та, жер жүзіне өте қажет болар еді деп ой бар. Бізде ойымыз, бізде неге кіріп, бұуға осы проекттер кіргізейін деп арманымыз бар. Былай қарағанда жер жүзінде климат бәрі де өзгеріп жатыр. Деңіздің сулары көбейтіп жатыр, континент кеуіп бара жатыр. Мында қарағанда Қазақстан осы жерде ғой. Сол біз осы жерге проекттер дайындап жатырмыз. Шетелден адамдар бізге де келе алады. Біз жасап жатқан жұмыстарды қарап, суды біз қалай жинаймыз деп, сондай арманымыз бар. Бізде былай қарағанда климат өзгеріп, су деген тасқын су да көп, құрғақшылық та өте көп Қазақстанда. Сол үшін бізде осындай қиыншылықтар бар. Егер осы су тасқынды жинап, құрғақшылық күндері осы суды пайдалансақ, осыны көрсетсек, қалай біз жасаймыз деп. Осындай проекттер дұрыс болар еді деп ой бар. Бізде эрозия да көп, былай қарағанда мынандай нелер өте көп. Осы нені қалай суды жинап, мына табиғатқа былай ағаш салса, мына екі шетінен осы өзендерді дұрыстатуға болады деп осындай проекттер жасап жатырмыз. Былай тағы қандай қиыншылықтар бар бізде Қазақстанда? Бізде үлкен қалаға қарап қалған, үлкен үй салады. Біз айтып жүргеніміз, Қазақстан жері мол ғой. Осы тығысып, осы жерге неге сала береді? Осы неде, осы жерде Балқашта да қиыншылық болады. Алматы, Алатау деп тығыз көп үй салса, осы жерге қарап көріп тұрсыздар ғой, тура Астана сияқты. Астана талай су пайдаланады, мына жерден каналдан талай су алады. Бізде құртындай жер, онша су жетпейді. Илиден суды көп алса, Қапшағайдан су алса, неге Балқашқа зиян тигізеді. 70% су осы Илиден келеді. Көріп тұрсыз ғой, талай адамдар болады осы жерде, Балқашқа зиян тигізеді. Бізде қиыншылықтар Аралда бар, Каспийда кеуіп бара жатыр. Егер Балқашта осындай қиыншылық болса, ол Қазақстанға әрине көп зиян тигізеді. Сол үшін мұндай Қазақстан жерін пайдаланып, көбірек барлық жерде, ауыл жерде көтеру керек. Бір жерге тығысып, жерге қалада тұрмай, жер деген жетіп жатыр ғой, соны таңғаламын. Нағып осы жердің судың бәрін осы жерден алады. Сонда Пепси Кола да $160 миллион да бір завод салып жатыр осы жерде. Пепси Кола, Кока-Кола, нағып сол қырысып бәрін сала береді. Жер деген көп қой, не жерге салу керек? Кішкене тасқан су бол жерге, осы жерге салса, мына жерде тасқан су болған, как раз сол суды тазалатып, үлкен заводтар жасап алады. Да, соның кішкене экономикасын көрсетіп, налогтарын көбейтіп, мына заводтарға, налогтарын азайтса, көшетуге болады. Сондай проекттер дайындап жатырмыз. Айтып жүргеніміз, мына
табиғатқа зиян тигізбей көбірек жекеменшік үй болу керек. Мындай жекеменшік үй көріп тұрсыз ғой, егер содан кейін әр жекеменшік үйде көбірек жер берсе, жер мол беру керек и мында ағаш салу керек. Сонда мына адамдар өз ағаштарын салса, мына 5 жылдық программа, егер мысалы су болмаса, ағашты өздерін эндемик, өзімізде өсетін қарағаш сияқты сосындай нелерді, ағаштарды өзімізде өсетін ағаштар салса, мына 5 жылда былай өсіп кетсе, мына ағаштар суды тартады. Міне егер су болмаса, мынандай дұрыс ағаш салу керек. Мында бізде қайынша Қазақстан несі көбісі неге бетонға салады. Мысалы, осындай жер болса, мында екі шетінен бетонға канал қылып бетон салады. Ағаш салмайды. Мында бульдозермен қазады. Содан кейін бәрі өзендерді сөйтіп тазалатып, су кетеді дейді. Оны көп тұрмайды ол. Көп болса, бір екі жыл болады, содан кеуіп кетеді. Одан гөрі мына былай салса, ағашты екі шетінен салса, сонда ағаштар суды тартады и су деген қайтып келеді. Осындай программаларды, өзендерді қалпына келтіру, осындай проекттерді жасауға дұрыс болады деп ой бар. Содан кейін топырақта мына ағаштардан жапырақтар түскенде топырақ губка сияқты болады. Сонда ылғалды мен суды жинайды. Көріп тұрсыздар ғой, осындай бәрін енді салса, суды жинайды. Осы проекттерді біз Словакиядан көргенбіз. Словакияда тура құртындай, мысалы су болмаса, осындай құртындай жеріне осындай нелерді дизайн жасаса, мына көріп тұрсыздар ғой, бір 5-10 жылда мына топырақ жиналады и мына несі топырағы не губка сияқты болып кетеді. И содан кейін су қайтып келеді. Вот осылай біз кімдер, Майкл Кравчик біздің Қазақстанға да келген, Қасым Жомарт Кемелевичтің айтқан сөздері дұрыс дейді. Сол үшін неге как раз не етсе, сол бізде пайдалы болады деп. Басқа несі жасап жатқан проекттер көбісі Қазақстан Қазгидромет, нелер бәрі де Қарағандыда үлкен циклды қарайды. Үлкен нелер цикл келгенде, мысалы 3 айлық циклды соны тек қана қарайды. Амдай қорытындай цикл, мысалы мына неге қорытындай ауыл жерде 8 күн циклды қараса, эвапотранспирациясын қараса, мысалы ағаштар қалай суды алады, қалай кетеді, мынадай қорытындай циклды, осындай көбірек осындай циклды үйрену керек. Әр ауылда, әр үйде осындай қорытындай циклды дайындау керек. Содан кейін егер мына линкті қарасаңдар, бізде осы проект болған, неде Астанада осындай проекттер жасаймыз дегенбіз. Талдыкөл жақта қарды, суды жинап, бірге тығылыспай, Талдыкөлде тығылысып, Қазақстанда жер жетпегендей, үйлерді тығылысып, былай тұра сала береді. Көбісі неде қарасаңдар, мысалы Канаданың өзінде қарды жинайды, тура қаланың ішінде, тура университеттің кампуста осындай бульдозерлер қарды жинайды. Мысалы мында нелері суды тазалатып, суды содан кейін пайдаланады, жаздай пайдаланады. Бізде қарды соны лақтыра салады, содан кейін қар ергенде тасқан су қайтып келеді жерге. Осыны қалау керек, қарды пайдалану керек. Осы проекттер біз қалада осыны давай жасайық десек, болмай қалды. Сол үшін қалада осындай проекттер істеуге өте қиын екен. Біз қазір неге ауыл жерге көштік. Ауыл жерде осындай проекттерді дайындайын деп жатырмыз. Бірақ ауыл жерде де оңай емес қазір. Неге десеңіз, кімдер, фермерлар көп нені пайдаланады. Химиялық пестицид, нитрат, фосфат. Содан кейін одан даже біздің көршілерді қарасаңдар, Өзбекстандар, қырғыздар талай нелер химиялар бізге қайтып келеді. Сол үшін біз фермерларға жақсылап топографиясын қарап, мынандай тоғандарды дайындап көрсетіп жатырмыз. Олай тоғандық салса, құртындай тоғандық салса, мына су деген несі зиян тигізбейді, өзенге кетпейді. Осында құртындай несі тоғандар салса, несі суды жинайды, химиялық несі нитрат, фосфат бәрі жиналып, содан кейін фермерларға да пайдалы болады, ол қайтадан ұстауға болады. А жердің астына кеткен су, ол фильтрациямен кетеді, өзенге барса, уже тазалып кетеді. Табиғатпен тазалап, топырақпен тазалап, су кетеді. Қазір десеңіз, көбісі осы нелер суға кетіп бара жатыр, балықтарға зиян тигізіп жатыр. Міне осындай проекттер біз дайындап жатырмыз. Топографиясын қарап, мысалы жерді қарап, қай жерде қалай суды жинап, мына нелерді линктерін қарасаңдар, осындай проекттер өте қажет бізге.
міне мынандай қарағанда, мысалы, әр үйде осылай ағаш салса, осылай табиғатқа типографиясын қарап, топографиясын қарап, мысалы қар еріп, содан кейін жаңбыр еріп, осылай суды қайтадан балып, несі насостарын пайдаланып, суды пайдалану керек. Осылай көбірек жекеменшік үй болу керек. Несі ойлап жүргеніміз, осылай көбірек ағаш салса, тоғай ағаштар жаңбыр жаудырады. Жаңбыр жауғанда қалай, мына жердің астындағы эвапотранспирация дейді ғой, суды сорып, үлкен ағаштар болу керек. Құртынай ағаштар әрине мынандай енді осылай жұмыс істей алмайды. Осындай нелер не ғой, катион анион сияқты, мысалы плюс минус сияқты. Осылай несі бұлттар, бұлттар келіп қалғанда, осы бұлттар тартады. Содан кейін бұлттар тартып, катион анион сияқты плюс минус деп шақырады, и несі содан кейін жаңбыр болады. Сол үшін бізге көбірек осылай ағаш салу керек. Міне осы методология біз айтқандай, енді осы методологияны бізге пайдалану керек көбірек, и көбісі бізде несі адамдарды қызықтыру керек. Қазақтарды қалай қызықтыру керек? Бізде несі өзендерге көп онша күш салмайды. Бірден келсін жаңағы химия, бірден келер лақтар салады, бірден келер заттарын да лақтыра салады. Сол үшін егер мына шетелге біз қарап жүргенде, мысалы моңғолдар, бутандар, Канадада осылай бала туғанда, ол бала туғанда олар карточкаларын сыйлап береді, содан кейін ағаш салады. Осы біз ойлап жүрген ойымыз, ол егер көбірек осындай бала туғанда ағаш салса, сол несі өте пайдалы болар еді. Сонда ана балалар да, әке шешелер де ағаш өскенде не ағашқа қарайды, мына туған туысқаным, інім, қарындасым деп бала да қарап жүреді ағашқа. Осындай программаны жасайық десек, оны талай күш салу керек. Неге десеңіз, мына көріп тұрсыздар ғой, мында лақтыра салады заттар, бірдеңкелерді тура өзеннің қасында мына лас бірдеңкелерін заттарын лақтыра салады, нелер осы жөнді тазалатпайды, как раз неде көп нелер өзен қасында нелер жақсы заттарды жинамайды, несі оборот жоқ. Сол үшін нені ету керек, тазалатып. Осыны қарау керек бізге. Осы бір пилотный проект дайындап жатырмыз, неді өзендер таза болсын деп. Мына көріп тұрсыздар, Көксу деген жер, Мұқаншы деген жер, Мұқаншы деген өзен. Осы жерде біз мына Балқашқа құрдындай өзендер тазалатып, мынандай ағаш салатын болсақ, ол Балқашқа да өте пайдалы болады. Міне қазір былай қарағанда, мына неше бір 5-6 ауыл бар, Көксу и Мұқаншының арасында бір 20 километрдей. Осы арасында көп фермерлерді зиян тигізіп жатыр. Осы құртындай өзендерді тазалатсақ, мына екі шетінен былай ағаш салсақ, көріп тұрсыздар ғой, егер мына жерде де су деген онша көп емес қазір, бірақ егер былай өзіміздің эндемик ағаштарды салса, ағаштар өссе, ол суды тартады. Осыны біз сосын программа дайындап жатырмыз. Дайындап болғанда мына сыйлайтын карточка болу керек. Осыны карточканы бергенде, мысалы бопалар туғанда, егер осындай карточканы сыйлап берсе, осы балаларға лайық, и несіне босқа той жасамай, бізде қазақстанда той жасап береді, бала туса бірдеңке болса той жасай береді. Осындай как раз жақсы сыйлық болады, балаға беріп, осындай парктар жасса, и паркте жақсы бола береді, демалуға да жақсы болады. Балалар өсіп кетсе де соны қайтып келеді, туған жеріме қайтып келдім, ағашым, інім барды, қарындасым бар деп, осындай бізде традиция жасаса, жақсы болар еді деп ой бар. Міне былай көріп тұрсыздар ғой, егер былай ағаштар дұрыстап салсақ, ағаштар өссе, мына нелерді өзенді тазалатып, неде дұрыс болады деп ой бар. Осы проекттер ал жерде жаңағы Мұқаншының айтып жүрген осы проекттер істей береміз, бірақ ойымыз басқа жерге де енді пайдасы болу керек деп ой бар. Мысалы Алматыда экологиясы өте қиын, мысалы бопа туатын жерлерде госпитальдар өте қиын.
осы егер осы жерге нетсе, қалада Алматыға әрине қиын болады осындай проекттер жасау. Орын жоқ, үйлерді тығыз сала береді. Мысалы мына өзен қасында көпшілік мына көшелер орын жоқ. Орын жоқ, бірақ мынау әрине мынау оңай емес мынандай жасаған, бірақ егер біз мынау тек қана дизайн ғой, арман. Біз неге акиматқа айттық, давайте осылай былай үлкен әрине қиын болады, хотя құртындай бір парк жасаса, әр госпитальдің қасында неге балалардың мамасына да пайдалы болады, демалғанға да стресс бола береді бала туғанда. Сол үшін осындай Алматыға да қарап жүрміз. Егер проект кетсе, жақсы болар еді. Егер болмаса да біз мұқаншыда ұстай береміз. Енді мына Ертішті қарағанда, мына Өскеменде, қазір Өскеменде жүрмін. Мында Өскеменде болғанда, мына нелерде талай қиыншылықтар болып тұр өзенге. Егер мына нені Ертішті нетсе, тазалатса, жаңағы мынадай ағаш салса, өте пайдалы болады. Нелер мына қиыншылық жері Ертішті көріп тұрсыздар ғой, мына Ертіш осы қанша 1-2 күн болған, осы нелер үйлерді сала береді. Тура мына ненің өзен қасында үйді қанша бір 5-6 метрдің қасында мына тасқын су келеді, бәрібір судың астына кетеді. И мына Ертішті біздің президенттер бірдеңке логистика бірдеңке жасаймыз деп жатыр Қытайлар мен орыстардың арасында. И мына су деген өседі. И мынау бәрі де судың астына кетеді. Соны таңғалам, акимат ақылдаспай ма, президенттен ойлап жатқан ойын қарамай ма, соны таңғалам. Неге осылай қарамайды деп. Сол арманымыз былай, мына Ертіштің қасында осындай ағаш салса, ағаштарын буфер дейді ғой, буферін тазалатып тұрады. Мысалы қалаларда тураны қаладан жолдан да нашар жаман су деген өзенге Ертішқа барады, содан кейін балықтар сол жаман суды ішеді, содан кейін адамға да зиян тигізеді егер балықтар жесе. Сол үшін Ертішқа таза су болу керек. Таза су, сол мынандай ағаш арасында салса, үйірді тығыз салмай, мына көбірек мына нені табиғатқа қарап ағаш салғанда өте пайдалы болады өзенге де. Сонда өзенде де су таза болады. Міне мына жасап жатқан ойымыз, егер 1-2 жерде осындай пилотный нені жасақсақ, әр қалада Құдай бұйырса бәрі де осыған қарап, осындай проекттер жасай береді. Мына көріп тұрсыздар, мысалы мына Құртындай ауыл, қала болсын, бәрі де көбірек ағаш салса, содан кейін мына өзен қасында жаңағы айтқандай ағаш салса, ол суды тартады. Бұлттар келіп тұрғанда, ол бұлттар болу керек. Бізде ағашты бұлт бар жерге сондай ағаш салу керек. Сонда мына нелер бұлттарды ағаш тартады. Мына көріп тұрсыздар, сап-сары, мына катион анион сияқты. Сол үшін көбірек үлкен әжептәуір өзіміздің эндемик ағаштар салу керек, сонда ол суды тарта береді. Міне былай қарағанда, мына көбісі қалада былай, бәрі бетонға сала береді. Мынау қала сияқты ғой. Бәрі Алматы болсын, Астана болсын, өзендерде бетонға салып тастайды. Несі қиын бұлттарды бұлттар келіп тұрғанда ұстауға қиын. Егер мынадай ағаш салса, мына нені даже жаңбыр болып тұрғанда мына жердің астына кетеді, гидрологиясы циркуляция болып тұрады. Қалада болғанда су деген кетеді, тасқын су болады, содан кейін мына құртады бәрі нелерін жерді. Бізде құртындай нелерді бетонға салып тастайды, содан кейін су деген сіңемейді астына, жердің астына кетемейді. Егер былай салса, гидрология, гидрогеология, мынандай метеорология, жаңбыр болғанда мындай несі тұрып болады, бір-біріне тартып, мындай сол үшін көбірек бізге былай ағаш салып, эндемик өзіміздің мына жерде Қазақстанда өсетін осындай ағаштар пайдалы болады салғанға. Міне қараңыз, егер былай ағаштар салса, су бар жерге, өзен бар жерге ағаштар салса, көбісі мына шетінде Қазақстанда, мына тау бар жерде, осы жерге бұлттар барады, нелер өзендер бар, мында да өзені бар. Сол үшін шетінен бастау керек. Мынада ағаштар салып, сонда ағаштар бірге, бұлттармен бірге Қазақстанның ортасына кетеді. Бізде ойлап жүр, мына аралда көбірек ағаш саламыз дейді, ол бірақ жердің астынан суды сорады ғой. Жердің астынан сорғанда су деген жердің астына одан да кетіп кетеді. Соң ағаштарды өсіруге өте қиын мұнда. Бұлттарды тоқтатуға өте қиын.
сол үшін әрине мынау қажет мына жерде бірдеңке жасау керек, бірақ егер мына жерден салса көбірек, ол мұнда да су деген мұнда ақырындап кете береді. Міне көріп тұрсыз ба, егер былай салса ағаштарды, ол әрине уақыт кетеді, бірақ мына несі бұлттар ағаштармен бірге, тоғаймен бірге қазақтардың ортасына кете береді. Қазақстанның ортасында и былай құдай бұйырса бәрі де осылай кетіп, бәрі ағаштар өсіп, көбірек тоғай болып, негізіне Қазақстанда пайдалы болады. Міне менің контакттарым. Егер сұрақтарың болса, егер осындай проекттерге қызықсаңдар, қосылыңыздар. Мына біздердің веб-линктерді көріңдер. Біз мына Очакта осындай, Ашак дейді ғой, Очак осындай нені жасап жатырмыз проекттерді. Көп рахмет сіздерге.